Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен біз қойдың құйрық майы тоңазытқышта қалып кетпесін деген мақсатпен ол құйрықтың дайындалуының 3 жолын ұсынғалы тұрмын. Бірінші жай суға қайнатып, жарты сағат пісіріп, дәмдеуіштермен малаймыз. Онан кейін келесі мынау пияздың қабығына кейбіреулер пісіріп жатады етті. Сонымен құйрық майды пісіріп көрейін дедім. Сондай қызғыш болады екен әдемі. Пияздың қабығына жарты сағат пісіріп алдық. Содан дайын болатын құйрықтың майы. Одан кейін мынау пісірілген құйрық майды жаңа қызыл бұрышқа малып алдық. Сондай қып-қызыл әдемі болады екен. Үшеуінің де осылай жасалу жолын бүгін көрсеткім келіп тұр сіздерге. Сондықтан сіздерде құйрықтың майын жеп жүрген шығарсыздар, бірақ біз құйрықтың майына көп мән бере бермейміз. Ол мұздатқышымызда қалып кете береді, біреу келсе беріп жібереміз. Ол май ғой деп, негізі бұл қойдың өкпесі, бауыры сияқты бір орган. Бұл малдың жиналып қалған семіргеніне байланысты жиналған май емес, бұл белгілі бір малдың мүшесі, қойдың мүшесі. Сондықтан бұған мән беріңіздер. Бұның пайдасы өте зор, құрамында дәрумендері өте көп, холестерині жоқ, өте пайдалы май. Сондықтан осыны жасап көрсеткім келіп тұр, осыны бірге жасап көрейік. Құйрық майды бұлай дайындау үшін бізге 1 кило құйрық май алдық. Оның жарты килосын бөлек дайындаймыз, Бүгін біз сіздермен құйрық май дайындаудың 2 жолын көрсеткім келіп тұр. Мысалға, біріншісінде мынау лавр жапырағын, тұзын, бұрыштарын салып қойдық. Бүгінгі су құйып қайнаған соң құйрық майды жарты сағат қайнатып аламыз. Келесі түрінде біз пияздың қабығын алдық. Кейбір каналдардан көрдім, пияздың қабығымен етті қызартып жүр екен. Бүгін біз құйрықты қызартып көреміз. Ол пияздың қабығына тұзын салып қойдық, тоже бұл жерге бұрыштарын салып қойдық. Сосын мынау лавр жапырағын да салдық. Қазір бұл екі суды да қайнатып алған соң мына 2 бөлек құйрық майды салып қоямыз. Сосын бір жарты сағат қайнау керек. Мына суымыз қайнады. Құйрықты салдық пиязды суға. Қазір құйрығымыз сырты қып-қызыл болып шығатын шығар. Енді бір жарты сағат қайнау керек. Мынау жай суға салғанымыз. Мынау құйрықты пиязды бір 3 уыс пиязды әдемілеп жуып, соны қайнатып, лавр жапырағын салып, бұрыш салып қайнатып жатырмыз. Қазір бір жарты сағат қайнасын көрейік. Мұны қайнап атқанына 10 минуттай уақыт болды. Қараңыз, әдемі қайнап жатыр. Жай. Мынаусын көреміз қазір. Қызарып жатыр ма екен? Қайда құйрық майымыз? Міне, қызарып жатқан сияқты. Қазір 20 минутта өтсін, сосын кейін көреміз. Міне, жарты сағат қайнап болды. Енді қазаннан алдық, сәл салқындасын. Міне, мынау қызарған түрі, пиязымыздың қабықтары жанындағы. Енді қазір салқындасын, сосын көреміз. Міне, ең қызықты сәті енді болады. Мынау жылы күйінде қазір шығарып қойдық. Оны қазір әдемілеп сыртын мынау бір сарымсақты майдаладық. Сосын мынау мята дейді ғой, жалбыз, мен жақсы көретін. Райханның есі базилик дейді ғой, сосын мына кальяндр. Соның барлығын қойдық, салып, бәрін қара бұрыш, тұзы бар. Сосын мынау қызыл бұрышқа, тәтті қызыл бұрышқа біреуін майлаймыз, қалғандарын араластырып, қазір жылыдай майлап қоямыз. Міне, дәмдеуіштеріміздің барлығын сарымсаққа қосамыз. Енді осыны сарымсаққа араластырып, әдемілеп, енді осыны мынау жаңа пияздың қабығына піскен құйрық май. Осыны әдемілеп майлаймыз. Сондай керемет болады. Тұзын тағы да осыңыз бұл тұзға піскен. Піскен кезде тұз салғанбыз, бірақ бәрібір тұзын салыңыз. Себебі май өзіне керекті тұзды алады, артығын алмайды. Бұл бір айта кетерлігі, құйрық май деген бір малдың семіріп, содан болған май емес. Бұл кәдімгі малдың органы, бір мүшесі май деген. Енді мынау кәдімгі суға піскен құйрық майды майлап
әдемілеп дәмдеуіштермен әдемілеп қоямыз. Бұл кәдімгі құйрық май болады. Бұны да дәмдеуіштермен араластырған құйрық май болады. Қазір бұны да майлаймыз. Енді кейбір жерлерден көрдім мен. Осы нені әдемілеп сыртын құйрық майдың, піскен құйрық майды майлап болғасын. Бұны мынау қызыл тәтті бұрышқа салады екен. Сонда бұл әдемі қызыл болып шығады екен. Қазір соны жасап көрейік. Міне көріңіздер. Сонда бір кескен кезде бір әдемі қызыл болып кесіледі. Бұны да жеуге өте ыңғайлы. Бұл бір айда кетерлігі бұл құйрық майда холестерин деген болмайды. Сондықтан бұны жеу керек. Бұл өте пайдалы басқа майларға қарағанда. Сондықтан бұны жеу жүру керек. Міне осыны қазір үшеуін майлап қойдық. Қазір көрем. Міне бәрі дайын болды. Мынау жаңа суда піскені дәмдеуіштермен тұр. Мынау пияздың қабығына піскені дәмдеуіштермен тұр. Мынау жаңа суға пісіп, қызыл бұрышқа оранғаны. Енді бұны тоңазытқышта біраз ұстаймыз. 1-2 сағат, сонан кейін кесіп көреміз. Міне 2 сағат суық жерде тұрды. Енді қараңыз, қандай әдемі болған. Піспей қалды деп қорықпайсыз. Іші піскен, сырты сондай иісі керемет болып дәмді болып жатыр. Бұның құрамында холестерині жоқ, сосын витаминдері өте мол. Сондықтан бұны жеу керек, қорықпай жеу керек. Күндегі сары майды нанға батырып жегендей қылып, кәдімгідей майға нанға батырып, нанның үстіне қойып жеу беруге болады. Мынау кәдімгі жай суда піскені, мынау жаңағы пияздың қабығында піскені, өзі қызыл болған. Мынау жаңағы қызыл бұрышқа малып алғанымыз, мына қой майының, қойдың құйрығының дайындалуының 3 түрі. Қараңыздар, үшеуін сіздерге ұсынып отырмын. Біз қойдың майына, қойдың құйрығына онша мән бере бермейміз. Оны май деп холодильникте андай тоңазытқышта, мұздатқышта жатады. Сосын біреуге беріп жібереміз оны. Соның орнына мына қараңыз, май демей, басқа демей, өте пайдалы май. Сондықтан бұны жеп жүріңіздер, осылай дайындап жүріңіздер. Енді мән беріп жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.